Elhamdülillah. Thumma salatu ve selamu ala Resulillah. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihuda. Allahümme gfir lana ve li validina ve limen lehu hakkun aleyna ve li cemi'il muslimin. Бүгіннен бастап өздеріңізбен бірге дәлелді иман деп аталатын дәрістердің сериясын өтетін боламыз. Неге дәлелді иман? Өйткені қазіргі заманда исламофобтар тарапынан әртүрлі дінімізге қарсы тасатулар болып жатыр. Дінімізге қара күйе жағуға тырысулар, талпынулар болып жатыр. Сондықтан да біздер ең әуелі өзіміз иманымызды жақсылап бекемдеп алуымыз керек. Не нәрсеге иман келтіріп жатқанымызды анық білуіміз керек. Сондықтан да сіздер мен біздер бүгіннен бастап дәлелді иман деген тақырыпта көп санды сабақтар сериясын өтетін боламыз. Мен сізге бірнеше сұрақты қатар қойғым келеді. Бұл сұрақтар кейбіріміздің ішімізде бұрыннан жүрген болуы мүмкін. Енді бірімізге біреулер айтып, ойымызды қозғаған болуы да мүмкін. Мысалы, неліктен мен мұсылманмын деп өз-өзіңізге сұрақ қойып көрдіңіз бе? Немесе, ислам дінінің ақиқат дін екеніне қандай кепіл бар деп ше? Яки болмаса, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде Алланың елшісі ме деп ше? Сұрадыңыз ба? Құран шынымен Алланың сөзі ме? Яки болмаса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны өзі ойдан тоқып алды ма? Алла сақтасын. Тіпті Алла тағаланың бар екендігін біз қайдан білеміз? Баршамызды жоқтан бар еткен жаратушы Алла тағала бар дейміз. Оның бар екендігіне біз неліктен иман келтіріп илануымыз тиіс? Тағы бір сұрақ қояйын. Неліктен өзгелерден ислам дінін танып білу, оған сену талап етіледі? Ал мен олардың діндерін міндетті түрде үйренуге тиісті емеспін. Міне осы сияқты сұрақтарды өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Және адамдар жиі қозғайтын, түрлі пікір туғызатын мәселелер бар. Мысалы, неліктен шариғатта белгілі заңдар бар? Неліктен тарихта түсіріндіруді қажет ететін оқиғалар орын алды? Неліктен мынау жағдай болды, неліктен бұлай жағдай болды деген секілді тарихымызға қатысты сұрақтарды да кейде төтесінен қойып қалып жатады. Кейде сүннет шынымен сенімді түрде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бүгінгі күнімізге дейін сенімді түрде жеткен ба? Мен сүннетке еруге міндеттімін бе? Ал егер бір нәрсе ақылға ауыр келсе, ақылыма сыйымсыз болса, бір қандайда бір ислам дінінің үкімін ақылыммен қабылдай алмай жатсам, қалай мәміле жасауым керек? Деген секілді сан мыңдаған сұрақтар біздерге қойылып жатады. Бірақ оның жауабын біздер таба аламыз ба, таба алмаймыз ба? Егер таба алмасақ, қандайда бір тығырыққа тіреліп қалып жатамыз. Қымбатталарым, бауырларым. Міне осы сияқты сұрақтардың бәрі біреуге қиын, біреуге қалыпты, біреуге тіпті өте өзекті болуы мүмкін. Біз осы сұрақтарға нанымды жауап бере аламыз ба? Иә, Алланың қалауымен біз бұл сұрақтардың барлығына нанымды, көңілге қонымды, ақылға қайшы болмайтын деңгейде жауап беруге қауқарлымыз. Бірақ бірден жауапқа жүгіріп кетпейік. Алдымен ең маңыздысы ойды реттеу, негізді қалап алу керек. Өйткені біз кейде мына күйге түсеміз. Кеше бәрі жақсы еді. Бүгін бір сұрақ ойға келді. Жүрек шайқалды. Бір видео көрдік. Көңіл бұзылды. Бір пікірді естідік. Иманымыз теңселіп қалғандай болады. Неге бұлай? Өзіңіз ойлап көрдіңіз бе? Ата-бабаларымыз сан ғасырдан бері ислам дінін ұстанып келді. Неге? Бүгін келіп тұрып бір адам бір сұрақ қоятын болса, иманымыз теңселіп кетіп жатыр. Кешегі қандай қиын замандарда да ата-бабаларымызға мәжбүрлі түрде ислам дінінен шығаруға талпыныстар болған кезде де ата-бабаларымыз мойымаған еді. Сол тектілердің ұрпақтары неге бір видеомен, бір ғана сұрақпен иманы теңселіп кетіп жатыр? Неге бұлай болып жатыр? Себебі кейде біздің иманымыз дәл мынаған ұқсайды. Мен өзім иманымызды тіректері әлсіз 4 тірегі бар, 4 бағананың үстіне тұратын үстелге ұқсататын едім. Қараңыз,
Үстелдің аяғы берік болса, үстіне салмақ қойсаң да, қанша ауыр жүк қойсаң да, ол шайқалмайды. Міз бақпай тұра береді. Ал аяғы босаң болса ше, бір шегесі шығып кеткен, яки болмаса аяғындағы ағаштар сынып кеткен жағдай болса ше, тірек әлсіз болса, үстіне аз ғана салмақ түсетін болса, ол теңселіп кетеді. Шейх деген дауыс бірден шыға келеді. Дәл сол сияқты, егер адамның сенімінің тіректерін дұрыстап бекітпесе, бір күмән күдік, бір нәрсе, бір ғана шүбә келсе, иманы шайқалып кете қалады. Ал шайқалған адам бір күмәнді түсіндіріп үлгермей жатып, екіншісіне соғылады. Сөйтіп, санасы шаршайды, жүрегі тоңбайды, тыныштық таппайды. Ал бізге керегі дәл сол тыныштық. Яғни, анық сенім, кәміл көз жеткізу, жүректің орнығуы, дәлелмен, дәйекпен иманға келу. Сондықтан, бұл сабақтар сериясының ең бірінші мақсаты иманымыз сүйенетін дұрыс тіректерді көрсетіп беру. Берік, мықты, нанымды, сенімді қалыптастыру. Сонда бізге сұрақ болуы мүмкін, бірақ ол сұрақ енді иманымызды шайқалтпайтын болады. Қайта сұрақ қоюдың өзі басқа деңгейге өтеді. Күдік үшін емес, жүректің орнығу үшін, танымның тереңдеу үшін. Қандай да бір күмән туғызатын, қандай да бір сенімімізге селкеу түсіретін видеоны көріп қалатын болсақ, күмәнді көріп қалатын болсақ, бір адам бізге сұрақ қоятын болса, біздің сеніміміз шайқалмайды. Керісінше, иманымыз бекемделе түседі, нығымдала түседі. Ата-бабамыздың иманы секілді кез келген сынаққа төтеп бере алатын иман болады. Бұл Құрандағы Ибрахим пайғамбардың сөзін еске алуға жетелейді. Ибрахим алейхиссалам, «Уәләкин лиятмаинна қалби», яғни, бірақ жүрегім орнықсын деп, осы нәрсені сұрадым дейді. Демек, сұрақ қоюдың өзі әрдайым жаман емес. Керісінше, мәселе сұраққа қалай қараймыз, қалай жұмыс істейміз, міне осы мәселеде болып табылады. Енді өте бір маңызды бір қағидаға тоқталайын. Егер біз бірден бәрін түсіне алмай қалсақ, не істейміз? Міне осы жерде толықтай Алла тағала мені жаратты. Мен бұны толықты түсіне алмай жатырмын. Толыққанды менің түсінігім жетпей жатыр деп, толыққанды бағыну, тәсілім деп қояды. Толыққанды берілу жасаймыз. Бірақ оны біз қазақша айтайықшы. Тәсілім дегеніміз ақылды жоққа шығару емес. Тәсілім ақылды іске қосып, дәлелмен орныққан сенімге сүйене отырып, әзір толық жетпеген мәселені уақытша сенімге сүйеніп мойын сұну, қабыл ету, аймағына қою деген сөз. Бұл ақылға қарсы емес, керісінше байыптылық. Адам шамасы жеткенін дәлелмен түсінеді, шамасы жетпегенін кейінге қалдырады. Бірақ бәрін жорыққа шығарып, ойрандатпайды. Белгілі бір сұрақ туындайтын болса, белгілі бір мәселе болса, оны мойынсұнып, оны қабыл етеді. Түсіне алмай жатқан жерін ұстаздарға барып, мамандарына барып, сұрап біліп алады. Құдайға шүкір, ақылға қонымсыз, яки болмаса, сұрақтарға орынды жауап бере алмайтын ислам дінінде бірде бір мәселе жоқ. Кез келген мәселеге жауап беріледі. Бірақ белгілі бір уақытта, белгілі бір нәрсені біз қабылдай алмай қалуымыз мүмкін. Біз оның жауабын дұрыстап түсіндіретін адамға мұқтаж болуымыз мүмкін. Міне сол адамға барып, өзіміздің көкейіміздегі сұрақтарды қойған кезде, мәселенің түйіні тарқайтын болады. Сондықтан да бұл білімнен қашу емес, керісінше үйренуге итермелейтін негізгі фактор. Кімде-кім білімді дұрыс жерден, дұрыс дерек көзден іздесе, көп сұрақтың жауабы ашылады. Сөйтіп, кеше күмән болған нәрсе, ертең сенімнің жаңа тірегіне айналады. Мына сөз соны керемет түйіндейді. Доктор Мұхаммед әд-Дарраз былай деген: ашық айқын, ақиқаттың қарсысына көтерілген әрбір күмән жайлы мынаны білсін. Ақиқаттың өзі оны өз пайдасына жаратып, дәлелге айналдырып, өз дәлелдері мен айғақтарының қатарына қосып қояды. Яғни, дұрыс ойлау болса, дұрыс әдіс болса, күмән бізді құлатпайды. Керісінше, біз оны білімге айналдырамыз.
дәлелге айналдырамыз, сенімге қызмет еткіземіз. Енді осы тіректерді бекемдеп алғаннан кейін Алланың қалауымен біз келесі кезеңге өтеміз. Күмән күдіктермен жұмыс істеудің әдіс тәсіліне көшеміз. Өз сұрақтарымызбен ғылыми, сауатты жолмен, байыппен қалай айналсамыз? Эмоциямен емес, айқаймен емес, анау айтты дегенмен емес, дәлелмен, тәртіппен, тыныштықпен, байыппен қабылдауды үйренеміз, және оны өз ішімізде, өз ойымызда, ойлау кеңістігімізде қорытуды үйренеміз. Тіпті мүмкін болғандарын жаңа бір сүйенішке айналдырып, иманымызды нығайта түсеміз. Одан да әрі, біз қайтадан өзімізге сұрақ қоямыз. Неліктен бұл сауалдар бізге пайда болды? Кім бұл сұрақтарды бізге қойды? Бұл сұрақтар бізге қайдан келді? Неге мен күмәнданып қалдым? Бұл кез келген адам жанына тән табиғи құбылыс па? Әлде кейбірі біздегі ішкі күйзеліс, рухани әлсіздік, психологиялық шаршаудың белгісі ме? Бұл сұрақтардың бәрі өте маңызды. Себебі кейде мәселе сұрақтың өзінде емес, сол сұраққа біздің қандай күймен келетінімізде. Және тағы бір түбірлі мәселе бар. Кейде белгілі бір сұрақтарға шектен тыс байланып қалуымыз өзімізге де, дінімізге де, өзгенің көзілдірігімен қараудың салдары болуы мүмкін. Осыны мықтап жадымызда сақтауымыз керек. Қараңыз, ақпарат пен ықпал тетіктері кімнің қолында? Кейде олар біздің ойлауымызды, сезімімізді, талғамымызды, өлшемдерімізді қайта бағдарлап, дәстүрімізді, халқымыздың сонау ғасырлардан бері ұстанып келе жатқан ата жолымызды, жақсы жолдарды жаман қылып, жаманды жақсы қылып көрсетуге тырысып жатқанын біз байқап жүрміз бе өзі? Сонда біз не істейміз? Біз өз өлшемімізді жоғалтып аламыз. Біз өз дінімізді өзіміздің табиғи өлшемімізбен емес, ата дәстүрімізбен, ата бабамыздың сан ғасырлардан бері құрып келген жүйемізбен емес, сырттың қысыммен келген өлшеммен бағалап, үнемі ақталушы, қорғанушы күйге түсіп қаламыз. Ал енді ойланыңыз. Адамдық қадір қасиетімізге, еркіндігіміз бен тәуелсіздігімізге осы іс лайық па? Өзгенің біздің дінімізге күмән тудыруына жол беріп, өзіміз кейде тек қорғанушы, кейде тіпті күмәнданушы күймен ғана шектелу бізге жарасады ма? Сонау текті халық, қазақ халқының, сонау сақтар мен ғұндардың, алтын орданың заңды мұрагеріміз дейміз. Бірақ сырттан келген жарты сөзге сенімімізге селкеу түсіп, Әл-Фараби мен Игөнекейдің, Тәуке хан мен Әз Тәуке хан мен Бұхар жыраудың сенімінен әп-сәтте алшықтап кетуге дайын тұрамыз. Осы бізге жарасатын тірлік пе? Жоқ. Қадірлі ағайын, дана халқым, жоқ, әлбетте жоқ. Біз қорғанумен ғана өмір сүретін халық емеспіз. Бізде ақыл бар, дәлел бар, ғылым бар, тарих бар, әділет бар, өлшем бар. Сондықтан бұл сабақтар сериясы жай ғана жауаптар жинағы емес. Бұл серия сенімді орнықтыру, көзді жеткізу, жүректі байыту үшін әрбір мұсылманға тән абыройды, арды, рухани еңсені қайта көтеру үшін, рухани байлығымызды қайта жаңғырту үшін жасалып жатқан өте үлкен бір ұрынысымыз. Бұл біздің түп тамырымызға, негізімізге, ата бабамыздың ұстанып келген жолымызға қайту. Қайдан бастаймыз? Біз ең алдымен Алланың бар екенін дәлелдеуден бастаймыз. Сосын Мұхаммед Алланың елшісі екенін дәлелдейміз. Содан кейін Құран Алланың сөзі екенін айқындаймыз. Сосын ата бабамыз ислам дінін ұстанғандығын және неліктен осы дінді өздеріне дін етіп таңдап алғандығын мәселе етіп қозғаймыз. Сөйтіп, сол берік негіздің үстіне қалған мәселелерді біртіндеп құрастыра түсеміз. Барлығы
ауырлатып жібермей, жеңіл тілмен, бірақ нанымды дәлелмен, қызықты түрде Алланың қалауымен жеткізуге тырысатын боламыз. Енді бір маңызды сұрақ. Бұл алғашқы бөлімдер кімге арналған? Бұл дәрістерді біз кімге арнап жатырмыз? Кім пайдалуын қалап жатырмыз? Баршаға. Сенім әлсірегенге де, күмәнданғанға да, ішінде күдікті сауалы бар жанға да, тіпті иманы берік мөмін мұсылмандарға да, тіпті Аллаға және оның елшісіне иманы терең, иманына күмән араласпайтын адамға да ма деген сұрақ туындайды. Иә, оған да. Неге? Себебі иманы берік адамның да пайдасы көп. Дәлелі күшейеді, жүрегі бекиді, сөзі нық болады. Баласына, отбасына, айналасына түсіргенде жүйелі сөйлейтін болады. Уағыз насихаты сауатты болады. Күмән келген кезде, біреу келіп тұр күмән айтқан кезде абыржып, абдырап қалмайды. Керісінше өлшемі орнығады, оған жүйелі түрде жауапты беретін болады. Ал бұл тақырыптың пайдасы біреу емес, 6 үлкен пайдасы бар. Олардың келесі бөлімде Алланың қалауымен жеке-жеке атап ашып айтамыз. Құрметті бауырларым, бұл анық сенімді бекітетін сабақтар сериясы. Жүректі салқындатып, бағдарды түзеп, дәлелді күшейтіп, жігерді тұтатып, және бізге Алланың қалауымен туралықтың шамшырағы болуға жәрдем беретін сабақтар. Ендеше бірге болайық. Келесі бөлімде Алланың қалауымен ең бірінші қадамға кіреміз. Алланың бар екеніне апаратын ең негізгі дәлелдер қандай? Оларды қалай түсінеміз? Қалай орнықтырамыз? Ал әзірге, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.